Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Bioncurriculum және Connected. Сонымен қатар сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жемісбек Тілназ. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы файлдарды ғаламтордан жүктеу. Яғни біз бүгін файлдарды ғаламтордан жүктеуді үйренеміз. Файлды қалай жүктейміз деген сұраққа жауап береміз. Жүктелуді қалай тоқтатуға болады деген сұраққа жауап береміз. Сондай-ақ жүктелуді қайта қалай жаңартамыз, яғни егер тоқтатсақ, оны қалай қайта жаңартуға болады деген сұраққа жауап береміз. Жүктелген файлдарды қайдан табамыз деген сұраққа жауап береміз. Және де ең соңғы сұрақ, бұл браузерде қандай функциялары бар дегенге жауап береміз. Файлдардың жүктеудің екі түрі бар. Яғни сіздер файлды жүктеп, сохранить как, яғни қалай жүктеу деген батырмасына басу арқылы файлдың орнын таңдайсыздар, сақталатын орнын таңдайсыздар. Кейін сохранить, сақтау деген батырмаға басасыздар. Кейде кейбір файлдар жүктеліп болған соң, ол алдыңғы сабақта айтып кеткендей, загрузки санатында автоматты түрде сақталады. Кейін загрузки санатын серігіміз арқылы ашып, файлды таңдап, оның орнын ауыстыруға болады. Ал енді біз қазір бір файлды ғаламтордан жүктеуді қарастырамыз. Ол үшін біз браузерді ашып, іздестірушіге керек затты жазамыз, мысалы айтақ мысық. Кейін суреттер санатына кіретін болсақ, керек суретті таңдаймыз, мысалы айтақ осы сурет. Суретті ашып, тінтуірдің оң жақ батырмасын суретке баса отырып, мұнда сохранить картинку как, яғни суретті қалай сақтау деген батырмаға басамыз. Керек сақталатын орынды таңдаймыз, мысалы айтақ, ол видеода болуы мүмкін, немесе кез келген бір бума болуы мүмкін. Кейін мұнда файлдың атауын жазамыз, мысық деп. Сохранить, сақтау деген батырмаға басамыз. Міне біздің файлымыз жүктеле бастады. Ал енді сіздер кез келген бір суретті ғаламтордан жүктеп көріңіздер. Келесі кезекте, мысалы айтақ, сіздер ғаламтор желісінде бір документті тауып алдыңыздар. Оны жүктеу үшін сіздер сол сайттағы немесе Google документы деген бағдарламада скачать, загрузить деп тұрған орысша батырмаларды, яғни қазақша аударғанда жүктеу, сақтау деген батырмаларға басу керексіздер. Яғни файл, скачать деп бассақ, мұнда ол бізде жүктеле бастайды. Мұна батырман басу арқылы паузаны бассақ, біз ол жүктемені тоқтата аламыз. Возобновить батырмасының функционалын қарастыру үшін біз бір ауқымды файлды сақтап көрейік. Мысалы айтақ, бұл видео болсын. Мұнда скачать деген батырмаға басамын. Яғни біздің файлымыз мұнда жүктеле бастады. Біз пауза дегенге басамыз да осы файлдың жүктелуін тоқтатамыз. Кейін возобновить, яғни қайта жаңарту батырмасын басу арқылы бұл жүктемені қайтадан жаңартып жүктеле басталады. Енді біз сіздермен жүктелген файлдарды қайдан табамыз деген сұраққа жауап берейік. Ол үшін сіздер кез келген браузерді ашып, оның баптауларына кірсеңіздер, мұнда загрузки деп тұрады. Загрузки санатына басып, мұнда барлық браузердан жүктелген файлдарды қарастыра аламыз. Және де браузерда мынандай бірнеше функционалдар бар. Яғни керек файлды таппай жатсақ, мұнда показать папки, яғни бумада көрсету деген батырмаға бассақ, ол біздің ноутбукымызге қай жерде сақталғанын көрсетеді. Яғни мына файл бізде загрузки санатында орналасқан. Немесе жаңағы файлды тоқтатып қойсақ жүктемесін, возобновить, яғни қайта жаңарту деген батырманы басу арқылы біз ол жүктемені қайта жалғастыра аламыз. Және отмена деу арқылы бұл жүктемені мүлдем жойып тастасақ та болады. Удалить из списка деген X белгішесі тұрған батырма арқылы біз бұл жүктемені осы тізімнен алып тастауға болады. Яғни бізде мынандай хабарлама шықты. Ал енді өздеріңіз ғаламтордан белгілі бір видеоны немесе документті жүктеп көріңіздер. Және де осы документті, осы браузердің загрузки санатын, яғни жүктемелер санатын аша отырып, показать папки деген функционалын қарастырыңыздар. Ол бізде міндетті түрде файл сақталған орнында көрсетеді.
Осымен біздің сабағымыз бітті. Сіздерге осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийді тастап кетіңіздер, мен ол сұрақтарға жауап беремін. Достарымызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаймыз.